Кайырлуу күн, курметтүү көрөрмендер. Сиздер менен азаматтык бастамаларды колдоо орталыгы мемлекеттик гранттык каржыландыруу боюнча жобалоо кеңсесинин директору мен Кийикбаев Жаксылык. Бүгүн биз кезекти гранттык жобалар тааныстырылымын баштайбыз. Бүгүн бизде конакта жаштарга колдоо көрсөтүү коомдук корунун жоба менеджери Габбасова Айшат Валиолла кызы. Айшат Валиолла кызы бүгүн бизге жаштарды аскерий патриоттук тарбиелөө жөнүндөгү чаралар кешенин иске асыруу жобасынын иске асырылуу менен тааныстыратын болду. Грант соммасы 19.409.000 теңге. Ендеше Айшат Валиолла кызы, сөз өзүңүзде. Рахмет, саламатсыздарбы мариптештер, катышуучулар. Алдымен осындай маңызды тақырыптарға грант ұсынып, біздерге мүмкіндік берген азаматтық бастамаларды қолдау орталығына зор алғысымды білдіргім келеді. Жаңа да сізде таныстырып өттіңіз. Рахмет. Мен жастарға қолдау көрсету қоғамдық қорының жоба менеджері Айшат Валиолла қызы боламын. Өздеріңіз аңғарғандай, біздің қордың да аты грант тақырыбына сай жастарға қолдау көрсету қоры 2015 жылдан бері өз жарғысына сай жастар саясатының орындалуына өз үлесін қосып келеді. Грант тақырыбына сай бұрында да соған келетін мемлекеттік рәміздерге қатысты, спорттық жарыстарға қатысты, басқа да тақырыптық шаралар, жиындар, кездесулер өткізіп келетін болатын. Сол себептен бұл жобаны да біздер абыроймен өткізіп, толыққанды көрсетілген міндеттемелерді ашып жүргіземіз деген ойдамын. Енді жобаға оралсам, біздің тақырыбымыз жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу жөнінде шаралар кешенін іске асыру жобасы болып табылады. Қазірден көріп отырсаңыз, жаңағыдай патриоттық тақырыбына сай қылып, әспеттеп, рәзімдеп, осындай болады деген жоспармен осы айтып жасап дайындалып жатырмыз. Енді келесі беті қалай. Жобаның басталуы біздер 15 тамыздан бастаймыз. Жобаның аяқталуы 30 қараша деп отырмыз. Осы аралықта бізге жобамен көрсетілген міндеттерді, яғни 7 міндет бар, соған сай шараларды толыққанды көрсетіп орындаймыз деген ниеттеміз. Енді жобаның мақсаты біздерде әрине тақырыпқа сай жастар арасында сана сезімін және патриотизм деңгейін арттыру. Екіншіден, жастар арасында Қазақстан Республикасының жалпы ұлттық бастамаларын ілгерілету. Енді өзіңіз де білесіз, расында да патриотизм ұлттық рухтың асқақ бейнесі, өскелең ұрпақтың отанға деген патриотизм сезімін, ықыласын, сүйіспеншілігін оятуға бағытталған осындай жобалар өте керек деп түсініп отырмыз. Сол себептен ұсынылатын шаралар да осы тақырыпқа сай, жаңағыдай кездесулер, сыныптық тәрбие шеберлік сыныптары, пікірталас алаңдары деп көрсеттік. Оның қазір алдағы слайдтарда көрсететін боламын. Енді аумақтық қамтылу жобаға сай 14 облыс және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары деп көрсетілген. Соларды енді төтенше жағдайға байланысты қалай болатын нақты айтып біле алмаймыз, көбінесе онлайн болатын шығар, бірақ дегенмен де бүкіл аумақты мекенжайды барлығын аймақтық мекендердің барлығын қамтимыз деген ниеттемін. Енді мақсатты топтар біздерде Ұлы Отан соғысының ардагерлері, танымал және беделді блогерлер, үкіметтік емес мекемелер, бақ өкілдері, білім ошақтары, еріктілер сияқты тағы да басқа Қазақстан Республикасының 18 мен 60 жас аралығында азаматтарды тартамыз деген болжаммен отырмыз. Енді тікелей қамту 20 мыңнан астам адам, жанама қамту 100 мыңнан астам адам, ақпараттық қамту 500 мыңнан астам адам жобаға сай келетін олар сандар. Біздер соның жоқ дегенде 2 есеге 10 шақты адамға көбейтіп, ұлғайтып кеңінен аламыз деп ойлап отырмыз. Шаралар жаңа сіздерге айтып өттім, 7 міндетіміз бар деп. Ол деген жасөспірімдер мен жастарды беделді коучтермен, оның ішінде онлайн форматта әскери патриоттық тәрбиелеу бойынша шеберлік сыныптарын, пікірталас алаңдарын өткізу. Сосын екінші, барлық өңірлердің әскери патриоттық клубтарын, басқа да патриоттық бірлестіктерді жандандыру. Осы жерде мен тағы айтып өткім келеді. Біздер уже жұмыстануды бастап кеттік. Қазіргі таңда облыстары бойынша қандай клубтар бар, әскери клубтар, қандай бірлестіктер бар екенін біздер
жаңағыдай сауалнамалар жүргізу, сараптама жүргізу бойынша жұмысқа кірісіп кеттік. Сондай-ақ жаңа тәуекел тобындағы жасөспірімдер мен жастар патриоттық бағытында қоғамдық іс-шараларға тарту жұмыстары ең бірінші сол 7 міндет қой. Сол бойынша бірінші шарамыз біздің атқарамыз деп отырған ITV, KZ және YouTube ұлттық бейнехостинг мемлекеттік және орыс тіліндегі арнайы ақпараттық ағартушылық арна құрамыз деп отырмыз. Яғни сайт ашамыз, сайтта жаңағыдай алдымен сол YouTube және iTube ұлттық хостинг арна ашамыз деп отырмыз ғой. Әлеуметтік желілерден парақшалар ашамыз. Олар арқылы көпшілікке ақпараттық насихатты жүргіземіз және іс-шараларды онлайн өткізуге әлеуметтік желілерді мейлінше көп қолданамыз деп отырмыз. Тек қана YouTube, басқа да сайттар емес, сондай-ақ Facebook болсын, Instagram, не болсын, барлық әлеуметтік желілерді тартып жұмыс жүргіземіз. Республика аймағы бойынша әскери патриоттық бағыттағы ұйымдардың базасын жинақтаймыз деп отырмыз. Олардың жұмысын жандандыру, дамыту бағытында түрлі шаралар ұйымдастырамыз. Атап кетсек, мысалға ардагерлермен кездесу, сарбаздармен сағатты деген сияқты іс-шараларды төтенше жағдайға байланысты онлайн өткіземіз деп жаңада айттым ғой, бірақ мейлінше енді офлайн өткізгеніміз өзімізге тиімді, себебі бізге де үлкен сабақ, жаңадай нәтиже болар еді. Сол себептен ұйымдастырушылардың барлығы да ұйымдастырушылардың келісімімен бірге өткізілетін тағы да атап өткім келеді. Конкурс жайлы тағы да айтып өтем. Енді екінші онлайн формат шеберлік сыныптар пікірсаластар дедік. Үшінші жаңа оқу отырыстар әскери патриоттық музейлерге, экскурсияларға, соғыс ардагерлерімен, сондай-ақ әскери мамандар, ұшқыштармен кездесулер, зияткерлік ойындар, патриоттық акциялар мен шығармашылық конкурстар ұйымдастырылады деп отырмыз. Енді біреуге белгілі болар, біреулер білмейді, кейбір жерлерде қандай экскурсиялар бар, әскери патриоттық, қандай жаңағыдай жерлерге бару керек, жастарды тартуға, баулуға. Сол себептен осы тұрғыда осы тақырыпты кеңінен ашып, жобаларды көрсеткіміз келіп отыр. Келесі шараларымыздың түрі мұныкей барлық өңірлердің әскери патриоттық клубтар мен басқа патриоттық бірлестіктердің ортақ базасы жинақталады дедім. Оны да жаңа сізге айтып өттім. Біздер уже сауалнамаларды жүргізіп, қай өңірде, қай облыста қандай әскери нелер бар екенін атауларын, басшыларының тізімдерін жасап, ұсыныс хаттар жолдауға уже дайын отырмыз. 5-ші шарамыз біздің өткіземіз деген әскери патриоттық клубтармен бірлестік танымал ету бойынша әлеуметтік желілерде, мессенджерде тағы басқа тарату үшін соғыс ардагерлерінің қатысуымен бейне түсірілім және креативті бейне өнім жасалады деп жоспарлап отырмыз. 6-шы әскери патриоттық тәрбие жұмысын дамыту мәселелері бойынша республикалық қоғамдық тыңдау өткізіледі. Оны біздер күз айына қарай қойып отырмыз, августтың аяғы қыркүйекке. Ары қарай. Жоба бойынша барлық өңірлерден келген әскери патриоттық клубтар мен басқа да патриоттық бірлестік мүшелерінің үздіктерін республикалық марапаттау ұйымдастырылады деп жаздық. Бұл яғни қорытынды кешке сайып келеді, қараша айына деп қойып отырмыз. Әзірге база дайындалып, онлайн жаңағыдай конкурстар жариялап, сайт ашып, сайт және электронды почта арқылы конкурстарға өтініштер қабылдаймыз. Конкурс түрлі бағыттар бойынша бағаланатын болады. Ұйымның жұмыс тәжірибесі, атқарған жұмыстары, жетістіктері, тағы да басқа жаңағыдай мәліметтер сараланып, қандай қиын сұрақтары бар, қандай келеңсіздіктерге тап болған жөнінде тәжірибе алмасу, өзара бір-бірімен бірлестіктермен. Сондай да жоспарымыз бар. Жыл соңында жаңа мен айтып отқан жаңа марапаттау рәсімін өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Жетістікке жеткен жастар тарихының көптеген портфолиосын да әзірлейміз. Кемінде 50 адам, яғни жаңағы осы сала жоба бойынша белсенділік танытқан немқұрлы жастарымыз бар ғой, белестерге шыққан, жаңа елім, жерім деп
өз пікірсайыстарға ашық айтып, дебат, диалогтарға қатысып жүрген. Соларда да сондай жастарды да көбірек тартамыз деп отырмыз. Және де жаңа бейнеролик, нелер, жарнамалық роликтерді республика арналары бойынша трансляция жасалынады деп жоспарлап, жобалы түрде осы арналардан жариялаймыз деп Қазақстан хабар арналарын көрсетіп отырмыз. Мына жерде сол бойынша трансляциялар жүргізіледі деп. Енді сондай-ақ біздерде міндеттеріміздің басты бөлшегінде тағы да бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық насихаттар кеңінен жүргізілу аталып өткен. Сол тұрғыда телеарнада бейнесюжеттер айына кемінде 2 рет көрсетіледі деп жоспарлап отырмыз. Жоба туралы бейнероликтер интернет ресурстар, сайттарда айына кемінде 2 рет, электронды және баспа бақ өкілдерінде газет, яғни газет, журналдар, Айбын деген патриоттық журнал, газеттеріміз бар ғой, соларға да мақала, жаңа нелерімізді, ақпараттарымызды жариялаймыз деген ниеттеміз. Және де электронды әдістемелік құрал әзірленеді. Әлеуметтік желілерде посттар мейлінше көбірек күніне, аптасына салынып отырады деп жоспарлап отырмыз. Жобаның тұрақтылығы ұзақ мерзім жалғасуы. Бұл жоба осы 4 ай өткізіп қана шектелмей, бұл жобамен келер жылда әлі де қолдануға мүмкіндік алатындай, басқа жылдарда нәтижесін көру үшін, жобаны ұзақ мерзімге жалғастыру үшін ұйым өз тарапынан қажетті ресурстарды қолданбақшы. Жоба аясында ашылған әлеуметтік желілерді, парақшаларды, YouTube және ITV арналарында ақпараттық жұмыстарын жалғастырады. Ол осы қарашаға шейін болды, бітті доғарды деген сөз емес. Сол себептен кеңінен ауқымды жылдармен, айлармен санаспай, халыққа пайдасы тигізетіндей шараларды өткіземіз. Патриоттық әскери бағыттағы мемлекеттік бағдарламалар ақпаратты тұрақты жариялап отырады. Келер жылда да өткізген патриоттық бағыттағы шараларға онлайн қатысу мүмкіндігін қарастырғымыз келеді. Сондай шаралар өткіземіз деп отырмыз. Болып қалған сияқты сұрақтарыңыз болса, сіз айтсаңыз. Айшат Валиоллақызы, сізге үлкен рахмет. Енді бізде прямой эфир өтіп жатыр. Әзірге сұрақтар келіп түскен жоқ. Бірақ таныстырылым бойынша мен сізге сұрақтарым бар. Сіз жаңа айтып өттіңіз, жоба мерзімі 15 тамыздан қарашаға дейін деп, 30-шы. Бірақ бізде жоба мерзімі 26 шілдеде басталды. Сіз айтқыңыз келгені жоба аясындағы негізгі шаралар. Негізгі іс-шаралар, жаңағы кездесулерді уже 15 шарадан бастаймыз деп отырмыз ғой. Түсінікті. Көрермендеріміз түсінбей қалмасын деп анықтап жатырмын. Рахмет. Енді сіз жаңа тағы айттыңыз, жоба аясында тікелей жанама ақпараттық қамтуды жүзеге асырамыз деп. Жанама қамту деп нені түсінесіз және оны қалай көрсетесіз бізге? Жанама қамту дегеніміз жаңағы тікелей қатынас қағаздары арқылы, бір ұйымдарды шақыру арқылы болады. Жанама деген, мысалы, менің танысым білет, менің танысым арқылы біреулер ақпарат, жаңа оның ішінде посттар арқылы, әлеуметтік желілерде, мысалы, бір роликті көрсетсеңіз, оны кем дегенде 1000 адам көреді. 1000 адам бір-бірін жоқ дегенде бір 10 шақтысы бір-біріне айтады деген, сол жөнінде жанама деп сол тұрғыда айтып отырмыз. Сіз айтып өттіңіз ғой, ақпараттық қамту деп. Ақпараттық қамту ғой сіздің жаңағы әлеуметтік желілеріңіз, басқа да... Әлеуметтік желілерден бөліп, жаңағы телеарналарда роликтер көрсетіп, автобустарға жаңағы афишалар әліп, ақпарат беру, бегущая строка деп айтамыз ғой, телеарналарда жаңағы ақпарат, мәліметтер тарату деген сияқты. Оның бәрі ақпаратты қамтуға, енді именно жанама қамтуды қалай бізге көрсетесіз? То, что 200 адамды қамтыдыңыздар дегенді. Жанама қамтуға енді
жаңағы шараларға қатысу арқылы, шақыру арқылы. Сол кісілердің жаңағы ақпараттық Тізімдер құрылып, мысалы, мынандай шара өткізеді. Оған осындай, мысалы, мемлекеттік мекемелерден пәленше адам, жаңағыдай үкіметтік емес мекемелерден осынша адам деп шақыру бойынша. Түсінікті. Енді жоба жалғасады дедіңіз, е? Ұйым жобаны жалғастыруды көздеп отыр, мақсатымызда бар дедіңіз. Жобаның жалғасуына бір-екі мысал келтіре аласыз ба? Например, сіздер осы шараны іске асырғаннан кейін қандай да бір методикалық құжаттар немесе осы жобаны іске асыратын өнімдер әзірленеді ме? Мен сізге айтып өттім, база құрылады деп. Ол база дегеніміздің өзінде тек қана жалпыламай ақпараттар ғана емес, сондай-ақ та қажетті әдістемелік құрал ретінде сауалнамалар, елдердің пікір нелері, солардың барлығында жүктейміз деп отырмыз. Базада құру арқылы кез келген адамға доступ беріледі. Қызыққан адам, мысалы, білгісі келген адам, келешекте тағы да бір осындай жобаға қатысушы адамды емін еркін кіріп, жаңағыдай өзінің сұрағына жауап алатындай етіп, мағлұматтар жинағын салып жүктегіміз келіп отыр ғой, былайша айтқанда база ретінде. Оның ішінде әдістемелік жаңағы қағаз нелер де бар, ақпараттар да бар. Рахмет. Жоба аясында парақшалар ашамыз, жаңа ақпараттық жұмыс жүргіземіз дедіңіз. Сонымен қатар орталықтың SME мамандарымен байланыс орнатуды назарға алыңыздар. Тығыз жұмыс жүргізу керек. Әрине. Біздің көрермендерге тағы бір айта кетсеңіз, ұйым сіздердің жастарға қолдау көрсету қоғамдық қоры бұған дейін осыған ұқсас жобаларды, әлеуметтік жобаларды іске асырды ма? Сол жөнінде қысқаша айтып өтіңізші. Әрине өткізді. Біздердегі мемлекеттік рәміздерге қатысты көп шаралар өткіздік. Сондай-ақ спорттық тұрғыда жарыстар, жастардың арасындағы сондай шаралар өткіздік. Былтырлары волонтерствоға бойынша жастар арасында үгіт насихат жұмыстары. Сол себептен 2015-тен бері қарай біраз жұмыстар атқарып келе жатырмыз. Енді қайсы бірін айтсақ, бәрі осы тақырыпқа сайып келеді. Себебі барлығы да ел үшін, отан үшін жастардың жаңағыдай қызметін алға тартып, еңбекке баулу мақсатында. Өзіміздің де қорымыздың аты да жастарға қолдау көрсету. Сол себептен біздер басым көпшілігіміз өзіміздің жарғымыз бойынша да көбіне көп жастар саясаты, яғни жастарға қолдау көрсету. Жаңағыдай әлеуметтік кішкене қиын отбасыларға да көмектескен жағдайларымыз бар жастарына. Сондай жұмыстар бар еді. Онда сізге көптен көп рахмет. Көрермендерімізден сұрақ келіп түспеді. Сіздерге жобаны іске асыруға сәттілік тілейміз, үлкен нәтижелер күтеміз. Келесі эфирлерде кездескенше сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыз.